Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мен Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің химия пәнінің оқытушысы Тастанбекова Нұржамалмын. Бүгінгі тақырыбымыз аминдер, ароматты аминдер, амин қышқылдары. Сабағымыздың мақсаты азотты органикалық қосылыстардағы белгілі бір өкілі аминдердің молекуласының құрылысымен, физикалық және де химиялық қасиеттерімен, қолдануымен, биологиялық маңызымен танысу. Аминдер дегеніміз молекуласындағы бір немесе бірнеше сутек атомы амин тобына алмасқан көміртектің туындылары. Амин тобымен байланысқан радикалдардың табиғатына байланысты аминдер алифатты және ароматты болып бөлінеді. Аминдердегі аммиактағы сутек атомдарының орнын радикал басқан аммиактың туындылары деп те қарастыруға болады. Молекуласындағы амин тобының санына байланысты аминдер моноаминдер, диаминдер, полиаминдер деп бөлінеді. Аминдер радикалдық санына байланысты бірінші, екінші және үшінші аминдер деп бөлінеді. Аминдердің алкиламиндер және ароматты аминдер деген түрлері бар. Алкиламиндер дегеніміз күшті, ариламиндер әлсіз негіздер болып келеді. Алкиламиндер минералдық қышқылдармен әрекеттескенде көп жағдайда суда жақсы еритін тұздар түседі. Аминдердің көпшілігі табиғатта кездеседі. Аминдер өсімдіктер дүниесінің әртүрлі процестерде маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ синтетик жолмен алынған аминдердің емдік қасиеттері бар. Аминдер бактериялық құрт ауруларын емдеуге кеңінен қолданылады. Аминдер радикалдық санына байланысты біріншілік, екіншілік және үшіншілік бөлік болып бөлінеді. Атаулары мен изомерлеріне тоқталып өтетін болсақ, халықаралық атау жүйесі бойынша көміртектерді нөмірлеп, көміртектердің атына амин, диамин немесе триамин деген сөзді қосып айтады. Аминдерге көміртек қаңқасының және функционалдық топтың орнына байланысты изомерлеу тән. Алу жолдары аминдерді нитроқосылыстардың катализатор қатысында тотықсыздандыру арқылы алады. Өндірісте анилинді нитробензолды катализатор қатысында тотықсыздандыруға негізделген. Физикалық қасиеттеріне тоқталып өтетін болсақ, қарапайым алифатты аминдер метиламин, этиламин, диметиламин, газ тәрізді заттар суда жақсы ериді. Иістері аммиактың иісіне өте ұқсас. Құрамында көміртек атомы көп аминдер иіссіз қатты заттар. Көміртек тізбегінде көміртектің саны өскен сайын суда ерігіштігі төмендейді. Аминдердің органикалық еріккіштердегі бензолдарда жақсы ериді. Анилин түссіз, май тәрізді улы зат, суда нашар ериді, ал органикалық еріткіштерде өте жақсы ериді, ауада тотығып, қоңыраяды. Химиялық қасиеттеріне тоқталып өтетін болсақ, аминдер аммиакқа ұқсас негіздік қасиет көрсетеді. Аминдердің негіздік қасиеті аммиактан жоғары, себебі аммиакта 3 сутек атомы электронды бұлттар азотқа қарай ығысады. Тікелей және азотқа қарай ығысады. Ал алкиламиндерде, мысалы, соның ішінде метиламинде 2 сутек атомы азотқа қарай ығысады, ал 3 сутек көміртектің атомы арқылы барлығы 5 сутектің электрондары азотқа қарай ығысады. Яғни, олардың әсерінен метиламинде азот атомындағы теріс зарядтың мөлшері аммиактың азот атомына қарағанда жоғары болып келеді. Аминдердің жеке өкілдері оған метил амин, гексаметилендиамин және ароматты амин жатады. Метиламин өткір иісті түссіз зат. Гексаметилдиамин түссіз кристалл зат, суда жақсы ериді. Ароматты амин анилин өзіне тән иісі бар, түссіз майлы сұйықтық. Суда нашар ериді, спирт, эфир, бензол сияқты органикалық еріткіштерде өте жақсы ериді. Қорыта келгенде аминдердің аммиак молекуласындағы бір немесе бірнеше сутек атомдарының орнын радикал басқан аммиактың туындылары деп қарастыруға болады. Аминдер негіздік қасиет көрсетеді. Радикалдардың құрылысына байланысты алифатты және ароматты болып бөлінеді. Негіздік қасиеттері осы радикалдың құрылысына байланысты болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.